Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін 17 июль. Бұйырса, үйдің фундаментін құйып бастайын деп жатырмыз. Адамдар обедке кетті. Бұйырса, 4:05-терде бастайтын болады. Пока опаловкасын құрып жатыр. Көріп отырғандарыңыздай, мына жерге будкамен түсіртіп қойдым. Қанша будкамен кететін белгісіз, қанша материал кететін белгісіз. Үйдің размері 13-14 болады, бұйырса. В общем, мынандай көріп отырғандарыңызда опаловка. Үйдің сыртының фундаменттің размері 50-50 болады, биіктігі 50, сосын ені 50 болады. Туалет, ванны барлығы ішінде болады, котел да ішінде болады. В общем, көретін боламыз. Достар, бүгін 18 июль. Көріп отырғандарыңыздай уже фундаментті кеше обедтен кейін құйып бастады. Ана бұрыштан уже 3 бұрышты құйды. Мына жер қалды, мына жер қалды. 4 адам болып басып жатыр. Адамдар обедке кетті. Қазір где-то сағат 4-терде, 5-терде келіп жұмыстарын қайтадан жалғастыратын болады. Кеше тағы да будкамен түсірдім, мынандай қалып. 3 дәшкімен басып жатыр. В общем, осындай. Достар, бүгін 19 июль. Фундаментті адамдар почти құйып болды. Көріп отырғандарыңыздай. Үйдің сыртының фундаментін құйып болды. Тек анандай жерде азғантай ғана жері қалды. Енді бөлмелер бөліп жатыр. Бұйырса. Сосын проектіде біраз өзгерістер болды. Котелді алып тастадық. Бұйырса, мына жерлер, мына жерден туалет түсет, мына жерден ванна түсет. Ана жер 2-ке бөлінеді, былайынан 2 үлкен зал болады. Сосын мына жер кіреберіс, мынадан бастап мына жерге где-то 2 метр коридор болады ұзыннан. Ана стенкеге дейін мына жерден құйылады. Бұйырса, қазір обедтен кейін, немесе ертең. Сосын мына жер 3-ке бөлінеді. Былайынан 3-ке бөлінеді. Былайынан. Мына жерден кухня түсет, ар жағынан 2 бөлме түсет, тағы да кішкентай. В общем, осындай жаңалықтар. Бұйырса, ертең арғын бітіретін шығар деп ойлаймын.
Достар, бүгін жер масы фундаментті до конца бітірді. Мана обедке дейін бітіріп тастады адамдар. Басқа жұмыстарына кетті. В общем, мына жер туалет болады. Мына жерде умывальник тұрады, раковина, жерде унитаз деген сияқты. Сосын ана бір душовой болады. Мына жерде стиральный машина тұрады, автомат барлығы бұйырса. Мынау екі үлкен зал. Мынау бірінші зал, анау екінші зал. Ұзындығы 6-8, ені 5 болады. Сосын мына жер ұзын коридор, 12 метр. Мына жер кухня болады. Но размері где-то 3-8-де 4 дейм. Ар жағы бір бөлме, ар жағы екінші бөлме. Кішкентай екі бөлме. В общем, бұл фундаментті бір аптадай суаратын болам. Кешке қарата шлангымен. Сосын осы фундаментті құйдырған адамдарға істетеміз ба, әлде басқа адамдарға істетеміз ба, көреміз.